Жыл сайын 1 желтоқсанда әлем бойынша жүре пайда болған иммун тапшылық синдромына қарсы күрес күнін атап өтеді. Спасибо. Балам, не болды саған? Тамағыңды да ішпедің, көңіл-күйің да жоқ. Не болып жүр соңғы кезде саған? Соңғы кезде шаршап, тамақта ішкім келмей үйге әрең жеттім шаршап. Айтпақшы, мектептен өтіп бара жатқанда бір бала маған қағаз беріп еді. Ол не қағаз екен, жүр көрейік. Салауатты өмір салтын ұстанайық. Салауатты өмір салты адамның денсаулығын нығайту, өмір сүру сапасын жақсарту, яғни спортпен шұғылдану, күн тәртібін дұрыс сақтау, уақытылы ұйықтау, дұрыс тамақтану. Ой, балама, мына нағыз сен оқитын қағаз екен. Көрейінші? Иә, міне, күн тәртібін дұрыс сақтау. Осыдан басталады ғой, уақытымен ұйықтау, дұрыс тамақтану, соның барлығын дұрыс біз сақтай білсек, сенің денсаулығың да жақсы болады. Шыннан барлығын мен сақтасам, өзімнің күн тәртібімді, өзім орнына келіп, ұйқымда қанып, онда салауатты өмір салтын дұрыс тамақтанудан бастайық. Әрине, балама, бүгіннен бастап мен қолға алайық. Қазір жүр, тамағымды ішіп ал. Менде бір идея бар. Мүмкін лицей оқушыларын да салауатты өмір салтын насихаттауға шақырамын. Дұрыс айтасың, балам. Бұл істі ертеңнен бастап қолыңа алып, біздің денсаулығымыз өз қолымызда.